Здравствуйте, ребята! 48-й урок. Казахская народная сказка «Три друга». Қазақтың халық ертегісі «Үш дос». Ты будешь учиться понимать содержание сказки, использовать в речи имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Сен ертегінің мағынасын түсінуді үйренесің, және сөйлесу кезінде зат есім, сын есім, етістіктерді қолдана аласың. Упражнение первое. Послушай казахскую народную сказку. Ответь на вопросы. Қазақтың халық ертегісін тыңдаймыз және сұраққа жауап береміз. Три друга, үш дос. Подружились как-то козленок, ягненок и теленок. Однажды друзья решили найти место, где прячется солнышко. Отправились три друга в дорогу. Долго они шли степью. Вдруг вдали увидели юрту. Подошли к ней и заглянули. А там дикие звери веселятся. Пестрый барс кумыс пьет. Бурый медведь мед ест. Серый волк баурсаки уплетает. А рыжая лиса на домбре играет. Поняли друзья, что в беду попали. Но козленок не испугался. Схватил у лисы домбру и громко-громко запел. Не боимся мы зверей, убегайте поскорей. Испугались звери и убежали, а козленок говорит, давайте побежим домой. В родном краю нам никакой зверь не страшен. Үш дос. Бірде лақ, қозы және бұзау үшеуі достасыпты. Және олар үш дос күннің қайда тығылатынын білу үшін жолға шығады. Олар ұзақ жүреді. Далалықта ұзақ жүреді. Жүріп келе жатып, жолда бір киіз үйді көреді. Және оған жақындап, ішіне кірсе, ол жерде жабайы аңдар көңіл көтеріп жатыр екен. Алабарыс ол қымыз ішіп отыр. Қоңыраю бал жеп отыр. Ал сұр қасқыр бауырсақ жеп отыр. Ал қызыл түлкі болса, домбырада ойнап отыр. Достар өздерінің қиын жағдайға тап болғанын түсінді. Бірақ та лақ сол жерде қорықпастан түлкіден домбыраны алып, қатты-қатты өлең айтады. Біз аңдардан қорықпаймыз, тезірек қашып кетіңдер деп айқайлай жөнеледі. Сол кезде аңдар қорқып кетіп, қашып кетеді. Аллах болса былай дейді. Үйімізге қайтайық. Үйіміздің қасымызда ешқандай аң бізге қорқынышты емес. Теперь, друзья, ответьте на вопросы. Сұрақтарға жауап береміз. Что хотели друзья? Куда они отправились? Достар нені қалады? Олар қайда кетті? Кого они увидели в юрте? Почему звери покинули юрту? Олар ағаш үйде кімді көрді? Және аңдар неге ағаш үйден қашып шықты? Что сказал козленок своим друзьям? Какой козленок? Лақ достарына не деді? Және ол қандай? Упражнение 2. Запиши предложение из текста. Объясни его смысл. Сөйлемді мәтіннен дәптерге жазамыз. Мағынасын түсіндіреміз. В родном краю нам никакой зверь не страшен. Туған жерімізде ешқандай да бізге аң қорқынышты емес. Запишите это в предложении в тетради. Дәптерге жазып алыңыз. Дополни предложение. Сөйлемді толықтыр. Пестрый барс пьет что? Алабарс не ішті? Смотрите в текст. Мәтінге қараймыз. Медведь ест мед. Аю бал жеді. Қандай аю? Какой медведь? Серый кто? Баурсаки уплетает. Серый это кто у нас? Правильно, серый волк баурсаки уплетает. Сұр қасқыр баурсақ жеді. Рыжая лиса на домбре что делает? Қызыл түлкі домбырада не істеді? Правильно, играет. В каких предложениях пропущены имена существительные? В каком имя прилагательные? В
в каком глаголы. Қай сөйлемде зат есімді алып тастаған, ал қай сөйлемде сын есім жоқ. Қай сөйлемде етістікті алып тастаған. Напиши эти предложения в тетради. Осы сөйлемді дәптерге жазамыз. Запомни, есте сақта. Произноси правильно эти слова. Бұл сөздерді дұрыстап айтамыз. Понять, түсіну. Понял, поняла, поняли. Түсінді. Түсінді сөзінің 3 түрлі формасы. Упражнение 4. Собери пословицы. Прочитай. Мақалды жинақта. Оқы. Друг за друга держаться. Продолжаем. Ничего не бояться. Бір-біріңді қорғап, ештеңеден қорықпау. Все за одного и один за всех. Бәрі біреу үшін, біреуі бәрі үшін. Подходят ли эти пословицы героям сказки «Три друга»? Объясни. Осы мақал жаңағы оққан ертегіге сәйкес келе ме? Упражнение 5. Продолжи высказывание. Сөйлемді жалғастыр. Друг – это тот, кто... Снизу стоит разные словосочетания. Используй разные словосочетания. Друг – это тот, кто... Что делает? Понимает меня. Или друг – это тот, кто уважает меня. Друг – это тот, кто помогает мне. Дос дегеніміз ол мені түсінетін адам. Дос дегеніміз мені сыйлайтын адам. Дос дегеніміз маған көмектесетін адам. Какое словосочетание выберете вы? Қандай сөз тіркесін таңдайсыз? Урок окончен. До свидания.